Сәлем достар, бүгін біз жүктіліктің 28-ші аптасы туралы әңгіме айтатын боламыз. 28-ші аптада қандай өзгерістер болады, достар, ақпарат тыңдамас бұрын арнама жазылып алыңыздар. Себебі арнамда түрлі қызықты осы жүктілікке байланысты, бала дамуына байланысты, жеңіл босануға байланысты, толақты жеңіл өткеруге байланысты түрлі пайдалы ақпараттар бар. Сондықтан арнама жазылып алыңыздар міндетті түрде. Және де осы видеоның соңына дейін көріңіздер, себебі өте құнды сіздерге ақпараттар айтатын боламын. 28-ші аптада баланың салмағы 1 килограммнан астам, бойы 35 сантиметрде болады. Бала қарқынды қимылдайды, әрине бала өсіп келе жатыр, соған байланысты жатыр көлемі де ұлғаяды. Бала 12 сағатта 10 рет қозғалу керек. Баланың қимыл қозғалысы арта бастайды. Егер баланың мүлдем қимыл қозғалысын сезінбесеңіз, болмаса аз сезінетін болсаңыз, онда сіз гинекологыңызға барып айтуыңызға тура келеді. Себебі гинекологта өзінде аппарат бар. Сол аппарат арқылы ол баланың жүрек соғысын тыңдайды. Жалпы баланың жүрек соғысы минутына 140-160 рет болады. Егер осы аптада бала 28-ші аптада туылатын болса, өздігінен тыныс ала алады, бірақ инкубатор деген аппаратта жатады баланың толыққанды дамуы үшін. Бұл кезде бала денесі тегістеле, басы дөңгелектене бастайды, көзін жыпылықтатады, көзін ашып жұмып кәдімгідей қимылдар жасайды көзімен. Егер баланың сол жақ және оң жақ ми бөліктері дамып жатады. Егер сол қолын аузына салса, онда оң жақ ми бөлігі жақсы дамып жатыр. Егер оң қолын аузына салса, сол жақ ми бөлігі жақсы дамып жатыр дегенді білдіреді. Балада осындай өзгерістер болады. Сонымен қатар ұрық жолдас қарқынды дами бастайды осы аптада. Ұрық жолдас салмағы 450 граммдай болады. Жалпы бұл апта бәрібірде тууға ерте, сондықтан да бір оқыс оқиғалар болмаса, әйел өздігінен 28-ші аптада туамын деп еш әйел ойламайтын шығар. Онысы ертеде. Сондықтан да 38-ші аптадан барып асырып туғандарыңыз дұрыс болады. Солай бала толыққанды дамыған балаға айналады. Ал әйелде қандай өзгерістер болады? Әйел қатты шаршаңқылықты сезінуі мүмкін. Қатты шаршаңқылық сезінуі мүмкін. Әйелде аяғына, жамбастарына салмақ түсуі мүмкін. Егер аяққа, жалмасқа салмақ түсіп жатса, онда аяғыңызды көтеріп, біраз жатып демалуыңызға тура келеді. Жастықшаны алып беліңізге қойып, демалып алуыңызға тура келеді. Арқаңызға қойып, беліңізге қойып, бұтыңыздың арасына қыстырып дегендей. Солай кішкене аяқтың шаршаңқылығын басаламыз. Егер демалып алсаңыз да шаршап тұрсаңыз, онда гинекологқа барып кеңес алған дұрыс болады. Себебі кішкене демалсаңыз, оның бәрі кетуі керек, тарқауы керек. Ұйқыңыз келсе, ұйықтап алғаныңыз дұрыс болады. Бұл кезде тіпті ұйқы бұзылыстан болуы мүмкін бұл аптада. Түнгі ұйқыңыз бен күндізгі ұйқыңыз ауысып кетіп. Осы аптада көп әйелдер 28-ші аптадан бастап декретке шыға бастайды. Кейбіреулер осы 29-30-ші аптада декретке, 30-ші аптаға дейін жалпы декретке кету керек қой, 28 және 30-ші аптаның арасында. Себебі ары қарай жұмысқа жарамды болмайды әйел адам. Жоқ, туғанша істей берем дейтін әйелдер бар. Енді ол бір өзінің жекеменшік жұмысы болса, туғанша істей беруі мүмкін. Ал бірақ біреудің қол астында істесеңіз, онда сізді 28, 29, 30-ші аптада декретке жібереді. Себебі заңды түрде хақысы жоқ. 28-ші аптадан асқан әйелді, 28 және 30-ші аптадан асқан әйелді жұмыста қалдыруға. Сондықтан да осы кезде көп әйелдер декретке шығып жатады. Ауырсынулар әйелде жиі болады, белі ауырады, мейлі баланың салмағы кішкентай болса да, белі ауыра бастайды, аяқ ауыра бастайды. Кейбір әйелдерде варикозное расширение болады, аяқ қолдар ісіп кетеді дегенде. Әйелге көп демалыс қажет болады бұл кезде. Бала өсіп келе жатыр, қарқынды өсіп келе жатыр, әйелде салмақ қосып келе жатыр. Осы кезде егерде баланың басы төмен болып, жаңағы талтаңдап жүріп қалсаңыз, баланың басы жоғары тұрса, онда
сізде баланың басы жоғары тұрса, ішіңіз кішкентайлау болса, онда сіз емін-еркін қимылдай бересіз де. Бірақ кейбір әйелдер баланың басы төмен тұрады. Мысалы, мен бірінші баламда төмен бітті басы, төмен тұрды. Менің кішкене ішімде үлкендеу болды. Ол кезде маған жүріп тұруым да қиындай бастады. 30 аптадан кейін мүлдем қиындап кетеді жүріп тұру. Іш өседі. Ол кезде осы кезде айтады ғой, көп жатпау керек деп. Көп жатқан сайын іш өседі. Сонда көп жатпаңыздар, қимыл қозғалыста болыңыздар, көп жүріңіздер. Мейлі декрет демалысқа шығып кетсеңіздер де, бір серуеніп келсеңіздер, бір паркты аралап келсеңіздер, саябақты аралап келсеңіздер, бір магазинге шығып келсеңіздер, әйтеуір жүріп келуіңіз керек. Мұның бәрі ертең ішіңіз кішкентай болса, баланың салмағы кішкентай болса, енді кішкентай болғанда стандарты 3 килограммнан асырып туады ғой, көбісі 3 килограммнан асырып туады. Оны өзіңіз без разрыва туыңыз мүмкін да ертең. Ал егер балаңыз салмағы өсіп кетсе, сізге де туу қиын болып кетуі мүмкін. Сондықтан да кішкентай ішпен жүру ыңғайлы да ғой өзі. Бала ішіңіз қатты өсіп кетпейін десеңіз, онда физикалық түрде қимыл қозғалысыңызды көбейткеніңіз дұрыс болады. Егер баланың басы төмен бітіп, ішіңіз үлкейіп кетіп жатса, үлкен іш болатын болса, онда өзіңіздің қимыл қозғалыстарыңызға абай болуыңыз керек. Резко тұрып кетпеу деген секілді. Жалпы жүкті әйелдерге тез тұрып кетіп, тез қимылдап, тез бірдеңе істеп кетуге тыйым салынады. Тез бір қимыл әрекеттер болады ғой. Егер ойбай керемет денсаулығыңыз жақсы болды дегеннің өзінде, сақтанғанда Құдай сақтайды. Жаңа ваннадан түскен кезде, ваннадан шомылып түскен кезде, бір тайғанақ жерлерден жүрген кезде абай болғандарыңыз дұрыс болады. Достар, сіздерге бар айтатын ақпаратым осы. Көргендеріңізге рахмет. Ақпарат пайдалы болса арнама жазылыңыздар. Мұнда тұлға байланысты мен үнемі алдында да айтып келдім. Курстарға барыңыздар. Өздеріңізге жақсы толғақты оңай жеңуді, күшенуді, дұрыс тууды үйренесіздер. Дұрыс тусаңыздар, дені сау, жақсы бала туылады. Өзіңізге де жақсы психологиялық түрде дайындалып барған балаңызға да жақсы болашақ, оның мінезінің қалыптасуына жақсы. Өзіңіздің ертең туғаннан кейін тез восстанавливаться ету дейміз, өзіңіз қалпыңызға тез келетін боласыз, егер қалай дұрыс толғатуды, дұрыс тууды білетін болсаңыз. Ол туралы ссылкалар қалдырамын. Толғақты оңай жеңу туралы, дұрыс күшену туралы міндетті түрде астындағы ссылкаларды кіріп қарап көріңіздер, арнама жазылып алыңыздар. Себебі Алла қаласа сіздерге талай қызықты пайдалы ақпараттар болады. Көргендеріңізге рахмет.